Қайырлы күн баршаңызға, арнаға қош келдіңіздер. Арнамызда бүгін сіздерге магистратура тестінде келіп жүрген жалпы М012 мамандығы бойынша, информатика пәні бойынша бір сұрақты талдап өтетін боламыз. Сұрақ мынадай: төмендегі код фрагменті экранға нені шығарады делінген. Яғни мына жерде бізге C++ сұрағы бойынша келіп отыр, және программалау пәні бойынша. Сондықтан да осы сұрақты талдайтын боламыз. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бастайық. Бірінші кезекте мына жерде берілген бізде int x тең 5. Яғни осы нәрсе бізде көмектесу керек. Яғни int x тең 5 және де x тең 5 болған жағдайда біз ары қарай программаны орындауымыз керек. Жауап нұсқалары 5, 2, 7 код қате береді делінген. Осы жауап нұсқаларына сәйкес біз есептерді шығарып көрейік. Енді x тең бізде бүтін сан берілгендіктен бізде бүтін сан қолданылады. Және де одан кейін x плюс тең 2 дегенімізді біз ашып жазатын болсақ, мысалға x тең, бұл жерде сіздер ойлауларыңыз мүмкін, мына жерде плюс және теңдік қандай белгіні білдіреді деген. Бұл жерде бізде қысқартылған түрде осылай айтылады. Яғни x тең болады бізге x санына 2-ні қос деген нәрсе. Яғни осы нәрсені ескерулеріңіз керек. Және де 5 саны осы жерге қойылады, және де x тең сәйкесінше 5 және де екінші сан қосылады, және де осы жерде x тең 7 мән шығады. Және де cout арқылы бізде coutты білесіздер сіздер. Cout және де одан кейін осы print бізде екі нәрсе. Мысалға cout бізде C++ де болса, Pythonда болады. Яғни осы нәрсе ғана сіздерді шатастыру мүмкін, сондықтан да осы нәрсені есте сақтаңыздар. Енді бұл жерде бізде cout print арқылы қолданылады, және x тең 7 болғандықтан бізге 7 мәнін береді. Яғни бұл жердегі жауап нұсқаларын қарастыратын болсақ, мына жерде 7 саны дұрыс болады. Сондықтан да осы нәрсені есте сақтап алыңыздар. Бұл жерде C++ сұрағы бойынша және де магистратура пәні бойынша. Яғни магистратурада бізде М012 мамандығы, осы нәрсені есте сақтап алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерде магистратура тестіне келуі мүмкін ықтималдығы жоғары сұрақтардың бірі. Сондықтан да осындай қарапайым, күрделі мысалдармен жұмыс жасап үйреніңіздер. Егерде сіздерге осы информатика пәнінен басқа да контенттер және басқа да талдаулар көру керек болатын болса, осы менің YouTube және Instagram, TikTok, Telegram арналарына тіркеліп алыңыздар. Осы атпен іздесеңіздер шығады. Және де курс жайлы басқа да ақпараттарды білу үшін осы WhatsApp номерге жазсаңыздар жеткілікті. Және де менің есімім Бернұр, информатика пәні мұғалімі. Өзім де магистратура грантта оқығанмын, және де осындай ақпараттармен бөлісіп отырамын. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса сіздерге лайк басыңыздар, және де өздеріңізге керекті сұрақтарыңызды комментарийға жазыңыздар. Және де басқа да ұсыныстарыңыз бен алғыстарыңызды осы комментарийға жазсаңыздар болады. Келесі видеоларда көріскенше арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.